Ассаляму алейкум қыздар. Бүгінгі тақырып төмен самооценка. Самооценка деген не? Яғни сіздің өзіңізді өзгелермен жағдайға қатысты салыстыруыңыз. Самооценка деген сөздің өзі бағалау деген мағынаны білдіреді. Яғни сіздің өзіңізді бағалауыңыз, өзгемен салыстырып барып баға беруіңіз. Былайша айтқанда, самооценка өзіңді құнсыз деп санау, әрқашан өзгелермен салыстыру, өзіңнің минусыңды өзгенің плюсын көру. Яғни бұл төмен самооценканың негізгі белгілері. Сіз өзіңізді құнды деп санамайсыз, және де әрқашан өзге адамдармен салыстырып жүресіз. Олардың плюстарын көресіз, бірақ өзіңіздің минустарыңызды көресіз. Бұл нәрсе өте жаман нәрсе. Неге? Өйткені сіз әрқашан өзіңізді өзгелермен салыстырып жүресіз. Көбінесе біз өзге адамның плюстарын көрген кезде біз өзіміздің минустарымызды ойлаймыз. Мына адам мынандай нәрсені істеп жатыр, мен істей алмаймын, мен оны істеген жоқпын деп өзіңізді одан сайын басып тастайсыз. Сіз онсыз да өзіңіз басылып жүрген адамсыз. Сіз сондай ситуациялардан кейін өзіңізді мүлдем басып тастайсыз. Сол үшін адам баласы өзін құндымын деп есептеу аса маңызды. Адам баласы өзін құндымын деп есептеу үшін Алланың пендесі екенін, Алланың жаратқан құлы екенін әрқашан ойлап жүру керек. Өйткені Аллах тағала әрбір адам баласын шынайы махаббатымен жаратқан. Алланың махаббатына жететін әлемде ешқандай махаббат жоқ. Яғни Алланың махаббаты ол теңдессіз махаббат. Ары қарай төмен самооценканың белгілері: өзіне комплимент айтса қабылдамау. Яғни адам өзіне комплимент айтқан кезде, өзге адамдар комплимент айтса, сен әдемі екенсің, сенің көйлегің әдемі екен, сен бүгін өте керемет сөйледің, сенің қолыңнан осындай істі жасау келеді деген сияқты адамдардан жылы сөзді естісе, комплиментті естісе, ол адам ол комплиментті қабылдай алмайды. Яғни рахмет, шынымен Аллаға шүкір, бұл менің қабілетім деген сияқты шынайы адамнан келген комплиментті қабылдай алмайды. Яғни жоқ, ол жай мен оны былай істей салғам ғой, оны маған көмектескен еді, жоқ, мен жай жүрген адамын деген сияқты комплиментті көбінесе самооценкасы төмен адам қабылдай алмайды. Төмен самооценка жетістікке жетуді тежейді. Яғни сіздің самооценкаңыз төмен болса, сіздің жетістікке жетуіңіз баяулайды. Не себепті? Өйткені егер сіздің самооценкаңызбен барлығы дұрыс болса, сіз өзіңізге жақсы баға беріп, өзіңізді Алланың керемет жаратылысы ретінде танысаңыз, сізге көптеген есіктер ашылады. Ол қалай? Мысалы, адамға ақша адамнан келеді. Адамға мүмкіндік адам арқылы келеді. Яғни Аллах тағаланың өзге адамдардың жүрегін ашу арқылы келеді. Ал сіз төмен самооценканың себебінен ешқандай ортаға кіре алмайсыз. Бір ортаға кіріп, адамдармен тіл табысып, мәмілеге келіп, сөйлесіп, келісіп, сіздер ондай келісімге келе алмайсыздар. Неге? Себебі самооценка төмен. Сіз бір ортаға кірейін десеңіз, өзіңізді кем санап тұрасыз. Бір ортаға кіріп, ойыңызбен бөлісіп, еркін сөйлескіңіз келеді, бірақ сіз ойлайсыз, ал егер мына адамдар былай ойлап қалса, егер менің киімім дұрыс болмай қалса, егер бір жерім ашылып қалса, егер дұрыс сөйлей алмай қалсам деген сияқты әртүрлі қорқыныштармен сіз өзіңіздің жетістікке жетуіңізді өзіңіз тежейсіз. Шын мәнінде жолымды қалай ашсам болады деп емес, жолым қалай жабылып жатыр деп
әлде қайда уайымдағаныңыз дұрыс. Өйткені адам баласы өз жолын өзі жабады. Адам баласы өзіне өзі зиян келтіреді. Аллах тағала бізге бақытты болуға, мәнді сәнді өмір сүруге көптеген мүмкіндіктер берген. Күн сайын бізде өте көп мүмкіндік бар. Күн сайын бізде өте көп таңдау бар. Тағдыр мәселесінде білесіздер, Аллах тағала бізге таңдау еркін берген. Яғни біз Алланың қалауымен өз тағдырымызды өзіміз шешеміз. Өзіңді өзгеден төмен санау адамдармен коммуникация құра алмау. Яғни сіз өзіңізді өзгеден төмен санасаңыз, сіз адамдармен тіл табыса алмайсыз. Өйткені жаңа айтқанымдай, әрқашан өзіңіздің бір жеріңіз кем деп ойлап тұрасыз. Немесе осы күнге дейін сіздің ақшаңыз болып келген жоқ, ақшаңыз болған жоқ, және де сіз бір ортаға бара алмайсыз. Яғни, ал егер мысалы бір жиын болады, барлық сіздің коллективіңіз немесе сыныптастарыңыз, группаластарыңыз бір жерге барады, бірақ сіз бара алмайсыз. Не себепті? Себебі ақшаңыз аз. Сол үшін де сіз сол нәрсені минус деп санайсыз, кемшілік деп көресіз, және де ал егер мен о жерге барсам ақшам жетпей қалса ше деген сияқты проблема болса, ол да сіздің төмен самооценкаңыз. Және де ақшаны сіз жеткілікті түрде таба алмауыңыз, ол да төмен самооценканың салдарынан. Өйткені егер сіздің самооценкаңызбен барлығы дұрыс болса, сіз жаңағы айтқанымдай өзге адамдармен тіл табысып, тағы да адамдармен тіл табысып, көптеген ортаңыз болып, сіз коммуникация құрып, сіз тағы да қосымша табыс табатын едіңіз. Бірақ сол нәрселер болмағаннан кейін сіз қосымша табыс таба алмайсыз. Тәуелді қарым-қатынас әрқашан өзге адамға мұқтаж болу, сөздеріне мұқтаж болу. Яғни төмен самооценканың тағы да бір себебі сіздің өзге адамдарға деген қатты мұқтаждығыңыз. Яғни сіз өзіңізді жеке, дара, тұлға ретінде қабылдай алмайсыз. Сіз өзіңізді мысалы жеке дара тұлға ретінде қабылдамағаннан кейін сіз әрқашан өзгенің сөзіне мұқтаж боласыз. Мысалы сізге әрқашан бір жылы сөз айтса екен, менің еңбегімді бағаласа екен деген сияқты өзгеге деген мұқтаждық әрқашан болады. Өзгенің сөзіне деген мұқтаждық, өзгенің қарым-қатынасына мұқтаждық, өзгенің жылулығына мұқтаждық әрқашан болады. Егер сіз мен Алланың сүйікті құлымын, мен Алланың махаббатпен жаратқан пендесімін деген ұғымды қабылдасаңыз, соны өзіңіздің бойыңызға сіңірсеңіз, соны шынайы жүрекпен қабылдап түсінсеңіз, сіз шынымен ешбір адамның сөзіне мұқтаж болмайсыз. Өзіңіздің кез келген жасаған іс-әрекетіңізді Алланың қалауымен, Алланың сыйы ретінде қабылдайтын боласыз. Бұл әлде қайда жақсы, бұл әлде қайда қайырлы. Өйткені бұл нағыз бақыт. Сіз өзіңізді тапқан кезде, Алланы таныған кезде, сіз өзгеге мұқтаж болмайсыз. Сіз өзге адамдарды Алланың пендесі ретінде қабылдайсыз, Алланың жаратылысы ретінде қабылдайсыз. Олардың минустарында Алланың пендесіне берген минустар екенін түсінесіз. Ал бұл нәрселерді қабылдамаған кезде сізге өмір сүру өте қиын болады. Өзіңді құнды деп танымау. Жаңа алдында айтып кеткендей, адам баласы өзін құнды деп таныса, көп деген нәрсе әлде қайда жеңіл болады. Бірақ адам баласы өзін құндымын деп танып, тәкаппарланып кетпеу керек. Өйткені тәкаппарлық ол Аллаға ұнамсыз қылық. Әрқашан өзіңізді Алланың құлы ретінде танып, бірақ өзіңіздің құнды екеніңізді білуіңіз керек. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сізбен бірге болған Нұрбибі Серікқызы.